Киелі кітапта Мәсіх Исаның өмірі жөнінде баяндайтын ежелгі 4 жазба бар. Матай, Марқа, Луқа және Жохан жазған ізхабарлар. Мәсіх Иса және оның тәлімдері туралы жеке әңгімелер көп адамға біраз таныс болса да, бұл жазбаларды басынан аяғына дейін толық оқып шыққанымыз дұрыс. Сөйтіп олардың Иса туралы әңгімені киелі кітаптағы ұлы әңгіменің желісімен қалай байланыстырғанын көреміз. Ендеше 4 ізгі хабарды қалай оқып түсіну керектігі туралы сөйлесейік. Ал ізгі хабар деген ұғым нені білдіреді? Ол жақсы жаңалық дегенді білдіреді. Сонда не туралы жақсы жаңалық деген сұрақ туындайды? Марқа жазған ізгі хабар бойынша Мәсіх Иса қызметіне кіріскенде уақыттың жеткенін жариялаған. Құдай патшалығының жер бетіне орнайтын кезі таяп қалды. Теріс жолдан қайтып ізгі хабарға сеніңдер. Сонымен ізгі хабар Құдай патшалығының жақында орнайтыны туралы болды. Бірақ бұл нені білдіреді? Осылайша Мәсіх Иса киелі кітаптағы өзіне әкелетін ұлы әңгіменің бәрін қорытындылады. Ұлы әңгіменің бәрін жарайды, қысқа нұсқасын айтып берші. Әңгімеде Құдайдың жақсы дүниені жаратқанынан және соған билік жүргізу үшін өзінің өкілдері ретінде адамдарды тағайындағаннан басталады. Бірақ содан кейін адамдар қайта-қайта бүлік шығарып, соның салдарынан дүниеде зорлық, зомбылық пен өлім пайда болды. Бұл мәселе. Бірақ жаратқан ие соны шешуді ұйғарған еді. Сондықтан ол адамзатты құтқару жоспарын іске асыру үшін Ыбырайымды және оның үрім бұтағын таңдап алды. Бұдан кейін жаратқан ие Ыбырайымның үрім бұтағын Мұсаның жетекшілігімен ағы мен балы мол жерге апарды. Ол солар арқылы барлық халықтарды жарылқамақ болды. Иә, солай. Уақыт өте Израиль патшалыққа айналып, оның Дәуіт сияқты таңғажайып патшалар болды. Бірақ кейін Израильде бүлік шығарды, және бұл оларды жойылуға әкеп соқты. Бірақ пайғамбарлар Израильге жаратқан иенің алған ниетінен бас тартпайтынын айтты. Ол өзі келіп, Израильді қалпына келтірмек болды. Осылайша, оның әділдігі мен тыныштығының барлық халықтарға және жаратылыстың бәріне таралуы мүмкін болды. Бұл үміт Құдайдың патшалығы деп аталды. Мәсіх Иса өзінің Израильге әкелетіні Құдайдың патшалығы екені туралы айтты. Иә, Мәсіх Құдай патшалығы, яғни жаңа жаратылыс жайлы ізгі хабарды жариялады. Сол патшалық орнағанда адамдардың Құдайдың серіктестері ретінде дүниеге билік жүргізудегі рөлі қалпына келмек болды. Сол себептен 4 ізгі хабарда Исаның көп адамды ауру мен өлімнің құрсауынан азат еткені және кедейлерге жомарттық көрсетіп, жауларын кешіріп, жақсы көру туралы көп тәлім берген жайлы баяндалған. Ол адамдарды Құдайдың жаңа дүниесінде өмір сүруге шақырды. Иә, ізгі хабардың басты мақсаттарының бірі мынау: киелі кітаптағы ұлы әңгіменің Мәсіх Иса арқылы толық орындалғанын көрсету. Сондықтан 4 ізгі хабардың авторлары Мәсіхтің өмірін баяндауда үнемі көне келісім жазбаларына жүгінді. Иә, солай. Мысалы, Матай Исаның Бетлехемде дүниеге келгенін баяндағанда, Миха пайғамбардың бұл туралы алдын ала айтқанын еске салды. Матай Миханың жазбасынан тікелей үзінді келтірді. Иә, осындай тікелей алынған үзінділер 4 ізгі хабарда жиі кездеседі. Бірақ көбінесе ізгі хабарлардың авторлары қайдан алынғанын айтпай-ақ, әңгімеге көне келісімнен алынған үзінділерді тоқыған, ал біз оларды іздеп таба аламыз. Мысалы, Иса шомылдыру рәсімнен өткен кезде Құдай әке көктен былай деп жариялады: «Сен менің сүйікті рухани ұлымсың, мен саған толық ризамын». Егер осы мәлімдемені мұқият зерттесең, онда Құдайдың мәлімдемесінен көне келісім жазбаларындағы мына 3 үзіндінің біріктірілгенін көресің. Мәсіх Иса Дәуіттің патшалық тағына отырмақ. Ол Ыбырайымның ұрпағы және өз халқының күнәлары үшін азап шегетін қызметші. Вау, бұл тамаша. Иә, мұндайды ізгі хабарлардың көп жерден кездестіруге болады. Әрбір жазбадан Ыбырайым, Мұса, Дәуіт және басқа да пайғамбарлар жайлы көне келісімдегі әңгімелердің Мәсіх Исаға қалай меңзегені көрінеді. Ал енді неге 4 түрлі баяндама бар? Біреуі жеткілікті емес пе еді? Осы әртүрлілік әдейі жасалынған. Ізгі хабарлардың 4 автордың әрқайсысы Құдай рухының жетелеуімен Мәсіх Иса туралы әңгімелерін әртүрлі баяндап орналастырды. Сөйтіп олар оның түрлі қасиеттеріне назар аударды. Матай болса, Исаны Мұсадан да ұлы пайғамбар ретінде көрсеткен. Сондықтан ол Исаның тәлімдерін Таураттың 5 жазбасы сияқты 5 үлкен мәтінге жинақтады. Луқа Ишая жазбасынан Исаның Құдай тағайындаған патша әрі қызметші екенін көрсеткен. Ол арқылы Құдайдың нұры халықтарға төгіледі. Марқа болса, Исаны адамзат үшін жаңа бастама ретінде сипаттаған. Ол Құдайдың жаңа жаратылысын халыққа еш күтпеген ерекше жолмен жеткізді. Ал Жохан болса, Исаның Израильдің Құдайы жаратқан ие екені жайлы мәлімдемеге назар аударған. Иса адам болып, біз ешқашан істей алмайтын нәрсені біз үшін істеуге осы дүниеге келген. 4 ізгі хабар бір-бірінен шынымен ерекшеленеді, бірақ олардың бәрі негізгі бір әңгімені айтқан.
Галилей аймағынан келген бір адам халыққа осы ізгі хабар жайлы тәлім берді. Бірақ соңында оны қылмыскер ретінде айқыш-ағашқа шегелеп өлтірді. Иә, 4 ізгі хабардың 4-еуі де мынаны көрсетеді. Құдай патшалығының Мәсіх Иса арқылы жер бетіне орнауы, Мәсіхтің айқышқа шегеленіп өлуіне, әрі оның Құдайдың жаңа дүниесін патшасы ретінде таққа отыруына әкелді. Оған шапан, тәж кигізіп, қолына аса таяқ берілді. Иә, Мәсіх Иса адамзаттың жаратқан иеге қарсы бас көтерудің зардаптарын шеккен. Сөйтіп ол Құдай патшалығының құдіреті өзінің сүйіспеншілігі мен құрбандығы арқылы іске асатынын көрсетті. Мәсіх қайта тірілгенде жаңа жаратылыстың таңы анық көрінді. Демек, 4 ізгі хабардың авторлары оқырмандарының Құдай патшалығы туралы ізгі хабарды білгенін ғана қаламады. Олар оқырмандарының Құдай патшалығына кіргендерін де қалады. Иә, ізгі хабар бізді Исаға сенім артып, оның соңынан еруге шақырады. Соның нәтижесінде біз Иса бастаған жаңа жаратылыстың бір бөлігі бола аламыз.